Жаңалықтар бағалы қағаздардың бағасына қалай әсер етеді? Халық экономикалық жаңалықтарды не үшін оқиды? Компаниялардағы жаңалықтар мен олардың есебін не үшін бақылайды? Себебі кез келген жаңалық қағаздың бағасына әсер етуі мүмкін. Сондықтан бүгін біз сіздермен бірге инвесторлар қандай жаңалықтарды бақылайтыны туралы әңгімелесеміз. Бұл жаңа инвестициялар сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Әрбір қоғамдық компания ерекше, және оған жауап беретін ұжымдық оқиғалардың өзіндік жиынтығы бар. Бірақ барлық ұйымдарға қолданылатын және инвесторлар күтетін жалпы сипаттағы оқиғалар да бар. Биржалар мен қаржы реттеушілерінің талабы бойынша әрбір жария ұйым мүдделі тұлғалар үшін бірінші кезекте акционерлер алдында өз қызметі туралы есеп беруі тиіс. Мысалы, Қазақстанда жария компаниялар өздерінің қаржы есебін белгіленген дедлайндар аясында жылына 4 рет жариялауға міндетті. Бұдан басқа, олар өз акционерлеріне биржа арналары арқылы және өздерінің корпоратив сайттары арқылы қызметінде болып жатқан маңызды оқиғалар туралы уақытылы хабарлауға міндетті. Ондай оқиғаларға компания басшылығының акцияларды сатып алуы, сатуы, акцияларды нарықтан сатып алуы, ірі мәмілелер жасау және тағы да басқасы жатады. Айта кету керек, әр жылдың басында компаниялар биржаға бір жылға қаржы есебін беру кестесін дайындап жібереді. Бұл инвесторларға инвестицияларын дұрыс бақылауға мүмкіндік береді. Қаржы есептеріне сүйене отырып, инвесторлар әр компанияның дамуына жеке баға беріп, оның акцияларының нарықтық құнының сәйкестігін анықтай алады. Шетелдегі кейбір биржалар ұйымдарға қаржылық есептілікті жылына 4 реттен сирек жариялауға мүмкіндік береді. Мысалы, жарты жылдық негізде, бірақ ұйымдардың басым бөлігі 90 сайын инвесторларға есеп береді. Мысалы, акциялары Лондон қор биржасының негізгі листингіне енгізілген Казминералс қазақстандық компаниясы қаржы есебін жарты жылдық негізде жариялайды. Бір жылға дивидендтер төлеу туралы шешім әдетте акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қарастырылады. Бұл жиналыста компанияның директорлар кеңесі дивидендтердің төлеуге белгіленген мөлшері жөнінде кеңес береді, ал акционерлер жиналысы оны бекітеді. Осы мәселенің маңыздылығын ескере отырып, көптеген қоғамдық ұйымдардың директорлар кеңестері инвесторлар арасында белгісіздік пен наразылықты болдырмау үшін ұсынылған дивидендтер туралы ақпаратты анықтау және жариялау бойынша толық келісілген процестерді өткізеді. Сонымен бірге, жиналыс директорлар кеңесі ұсынған дивидендті 100% ықтималдылықпен бекітеді. Бұл ең жақсы корпоративтік тәжірибе болып саналады. Демек, дивиденд кенеттен өзгерген кезде немесе тізімді бекіту күні өзгергенде, мұны нашар корпоративтік тәжірибе ретінде санаймыз. Кейде компаниялар өздерінің миноритарлық акционерлерінің сенімін арттыру үшін дивидендтерді жиі, мысалы, жарты жылда немесе 90 сайынғы негізде төлеу туралы шешім қабылдайды. Бұл тәжірибе батыс нарықтарында жиі кездеседі. Айта кетейік, Қазақстанда дивидендтердің басым көпшілігі жыл сайынғы негізде төленеді. Тек КГОК жарты жылдық негізде төлейді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында дивиденд бойынша оң шешім қабылданғаннан кейін сол күні тағы 2 күн белгіленеді. Тізімді тіркеу күні және дивидендтерді төлеу басталатын күн жарияланады. Инвесторлар әсіресе бірінші күнді қадағалап отыру керек. Өйткені компания оған дейін акцияларды сатып алған инвесторларға дивидендтер төлейді. Батыста бұл күнді, яғни тіркеу күнін X-date деп те атайды. Дивидендтерді төлеу тізіміне кірген инвесторлар үшін тізімді тіркеген күннен кейін дивидендті гэп төмен түсетінін білу қажет. Бұл акциялардың нарықтық құнын төлеген дивидендтің мөлшеріне дейін төмендету. Кейде акциялар дивидендтік гэптен кейін тез қалпына келіп жатады, ал кейде бұл үшін уақыт қажет. Дивидендтерді төлеу күніне келетін болсақ, компания нақты күнді емес, дивидендтерді төлеу басталатын күнді бекер белгілемейді. Бұл компаниялар тек жергілікті инвесторларға ғана емес, сонымен бірге шетелдік инвесторларға да дивидендтер төлеуге мәжбүр болғандықтан белгілі бір уақытты қажет етеді. Сондай компаниялар бір жыл ішінде акционерлердің басқа да жиналыстарын өткізіп тұрады. Олар акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстары деп аталады. Жиналыстар директорлар кеңесінің бастамасымен де ірі акционерлердің талабы бойынша да өткізіледі. Олар барлық акционерлердің мақұлдауын талап етеді. Мысалы, ірі мәмілелерді жүзеге асыру немесе кезектен тыс дивидендтер төлеу кезегінде.
Жеке корпоративті оқиғалар туралы айтатын болсақ, біз басқа ұйымдарды сатып алу бойынша мәмілелер сияқты жиі кездесетін құбылысты атап өтер едік. Инвестициялық ортада бұл M&A деп аталады. Міне, біз осындай мәмілелерде сатып алушы компанияның акциялары құлдырайтынына, ал сатып алынған ұйымның акциялары өсетініне куә боламыз. Себебі сатып алушы компаниялар сатып алынған ұйымдарды мәмілеге итермелеу үшін артық төлеуге бейім. Ал екі компанияның бизнестерін біріктірудің экономикалық әсері ұзақ мерзімді және миноритарлық акционерлерге түсінікті болмауы мүмкін. Әрине, түрлі жаңалықтар болуы мүмкін. Virgin Galactic кемесінің ұшуы немесе Ark Invest'ің олардың акцияларынан құтылғаны сияқты әртүрлі болуы мүмкін. Арасында барлық жаңалықты бақылау мүмкін емес. Қысқа мерзімде инвесторлар жаңалықтарды мұқият қадағалап отыруы керек. Өйткені оларға белгілі бір уақыт аралығында бағаның ауытқуы маңызды. Бірақ бұлардың барлығы ұжымдық жаңалықтарға қатысты. Бұдан басқа жалпы нарықтық жаңалықтар да бар. Ол туралы келесі видеоларымызда айтамыз. Бүгінге осы. Біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желідегі парақшаларымызда көптеген қызық және маңызды дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын нарыққа шолу жасап, инвестицияларды дайындаймыз. Сіздермен болған Ерасыл Миразбек, көріскенше.